Романың әкесі 90-шы жылдардың соңында Мәскеуде құрылысшы болып жұмыс істеген болатын. Олар үлкен ғимараттарды және мұнараларды тұрғызған болатын. Және Романың әкесі күніне 2 ауысыммен жұмыс істейтін, яғни таңертең және кешке. Кешкі ауысымның жұмысы қиын болғандықтан ақшасы көп болатын. Солай Романың әкесі кешкі ауысымда жұмыс істейтін. Бірақ кешке жұмыс жасаса қатты қорқып жасайтын. Өйткені құрылыс болып жатырған жерде бір әйелдің басына жоғарыдан темір түсіп кетіп, дәл сол жерде қаза тапқан болатын. Солай ол әйел қаза тапқан соң әйелдің мәйітін таба алмады. Әйел туралы жаңалықтардан айтып жатырды. Біреулер ол әйел қайтадан тіріліп кетті десе, ал біреулері болса ол әйелдің елесі бұл өмірде жүр деген сыбыстар болды. Солай бір күні Романың әкесі де бұл сыбыстардың біреуіне сенген болатын. Әкесі жұмыстағы жас баламен бірге құралдарды алуға жоғары қабатқа мініп кетті. Мінгендері сол еді, бір бейтаныс әйелді көрді. Ол әйел секірмекші болып тұрды. Тоқта, құлама, біз сені құтқарамыз. Әкесі әйелге жайлап жақындай түсіп еді, ол әйелдің әлгі әйел екенін көреді. Оның басы бұрылып кеткен, ол адамға ұқсамайтын және өте қорқынышты болды. Солай ол әйелді төменге құлайын деп тұр деп ойлап, қасындағы жас бала оны құтқарғысы келді. Бірақ екеуі де төменге құлап кетеді. Осы жағдайдан соң Романың әкесі тек қана таңғы ауысымда жұмыс жасайтын болды.